Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Шығыс Қазақстанның, еліміздің шығыс өңірінің қазақтары, соның ішінде Өскемен, Семей, Марқакөл, Зайсанның қазақтары, Тарбағатайдың қазақтары, бұлар қазақ тілін жақсы сөйлейді екен, өте таза, дұрыс сөйлейді екен. Ал енді Алматы облысы, Шымкент, Таразы, соның ішінде Ақтау, Атырау жағымызда бар, батыс Қазақстан. Осы жақтың қазақтары өкінішке орай қазақшаны дұрыс сөйлемейді екенбіз. Баратырық, келатырық, аяққа, мияққа деген секілді қазақта жоқ сөздерді қосып, қазақ тілінің қасиетін кетіріп сөйлейді екенбіз. Шығыстың қазақтары, сіздерге мыңда бір рахмет. Бірінші Алла, екінші ата бабамыздың аруағы разы болсын. Ал енді Алланың берген қасиетті тілін, ұлт қылып жаратып аузымызға берген тілін чайнап сөйлеп жүрген, қасиетін кетіріп сөйлеп жүрген Алматы, Шымкент, Ақтау, Атыраудың қазақтары, бірінші Алла, екінші ата бабамыздың аруағы кешірсін. Уақыт өте келе ұрпағымыз дұрыс жолға түсіп, өз ана тілімізде дұрыс сөйлейді деп ойлаймын. Алла тағала қазағымызға тек жақсылық берсін.